Басшының өзгеруі туралы хабарлама. Egov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте бизнеске. Бизнесті тіркеу және дамыту. Бизнесті тіркеу және жою бөлімін таңдаңыз. Басшының өзгеруі туралы хабарлама қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасы бойынша өтіңіз. Бірінші қадамда қажетті қызмет түрін таңдаңыз. Заңды тұлғаның БС-ін көрсетіңіз. Негіз туралы құжаттың мәліметтерін толтырыңыз. Тағайындалатын МИБ төрағаның және хатшының ЖС-ін енгізіңіз. Үй кеңесі мүшелерінің мәліметтерін енгізіңіз. Өтінім беру кезінде мыналарға назар аудару қажет. Тағайындалған МИБ төраға, хатшы және үй кеңесінің мүшелері пәтердің, тұрғын үй жайлардың иелері болуға және сайланатын үйде тұрақты тұруға тиіс. Пәтер, тұрғын емес үй-жай меншік иесінің отбасы мүшелері, жұбайы, зайыбы, бірлескен немесе ерлі зайыптылардың бірі, оның ішінде асырап алынған балалар. Пәтер, тұрғын емес үй-жай меншік иесімен тұрақты тұратын жұбайының, зайыбының, ата-аналары да МИБ төрағасы ретінде сайлана алады. Қажетті деректерді толтырыңыз. Қажетті элементтерге құсбелгі қойыңыз. Қол қоюдың қолжетімді әдістерінің бірімен өтінімді тексеріп, қол қойыңыз. Содан кейін өтінімде көрсетілген басшы өтінімді растауы керек. Расталғаннан кейін сіз қызметтің мәртебесімен жеке кабинетте немесе мәртебе бетінде таныса аласыз.